Жақсы. Халықтың қазір қырға барып көрсеңіз, малдардың бәрі аштан өліп жатыр. Мекеннің ортақ мал жайылымы жері. Рәсімде баған 19-шы жылы. Біреуін туалетінде қоршаған керекпіз. Ол қандай болды? Әділдік. Осы халықтың бәрі аудан әкіміне барғанбыз. Аудан әкімі алдап шығарып сала береді бізді. Өтініш. Құрметті Оралған көшер берілмей жатқан жерді халыққа қайтарғызын деп. 1000 гектар жерді қоршап алған баш. Сыбайлас жемқор дейді бұлар. Алаяқ дейді. Қазір ауданның әкімі, Келес ауданның әкімі біздің халық үшін, осы Қошқарата елді мекен үшін жұмыс істемейді. Кезекпен тұрып суғар адамы жер, бірақ суат су ішетін жердің. Осынша 4-5 ауылдың адамдарына малын суғарады. Жер ортақ жайылымға қайтарылсын. Жер халыққа қайтарылсын. Армысыздар, құрметті көрермендер. Дабыл ақпараттық агенттігінің саясат ақпарат газетінің ұжымы. Біз қазіргі таңда Келес ауданына қарайтын Қошқарата елді мекенінің тұрғындарымен кездесуге келіп отырмыз. Кездесудегі басты мақсатымыз елдің ең өзекті мәселесінің бірі жайылым жер. Бұнда 5000-ға жуық халық тұрса да мал жаятын жерлері жоқ. Себебі 1000 гектарға жуық жерді кәсіпкер қоршалап алған. Содан халық зардап шегіп, қиындыққа тап болып отыр. Осы мәселенің ақ қарасын шешу үшін өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бауыржан Шертайұлы, осы ауылдың тумасымын. Мен айтайын деп жатқаным былай. Биыл жаңбыр болмады, қырда шөп жоқ. Мысалы, қырғы жердің бәрінде қалыпты мал жайылу керек. Дұрыс па? А енді жаңа кәсіпкер Тұрсынбаев жаңа Серік деген 3 қосақшысы бар, 1000 гектар жерді шамасы қоршап алған. Оны қоршап алған. Енді біздің президентіміздің қаулысы бар. Ол енді қосақшысы заңды. Қосақшысы заңды болғанмен президент айтты. Ол игеріп жатқан жоқ қой. Президенттің қаулысы бар, игермей жатыр. Иә. А игерілмеген жерді президент қайтару керек. Біз бұл уәжбен аудан әкіміне де бардық. Облыс әкімі де хабардар. Ешқандай нәтиже жоқ. Енді сіздерден өтініш, енді мына бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Астанадан жер инспекциясына келіп тексерсін де бұл. Бұл заңсыз әділдігін орнына қою керек қой бұл. Жақсы. Халықтың қазір қырға барып көрсеңіз, малдардың бәрі аштан өліп жатыр. Сонда жағдай жетіп отыр да. Әділдік болу керек қой. Біз енді шағымдандық, ауданға шағымдандық, облысқа шағымдандық, ешқандай нәтиже жоқ. Сол Астанадан келіп инспекция келіп тексеріп, бәрін заңдығып шешіп берсін бізге. Менің атым фамилиям Анарқұлов, атым Амангелді. Осы Қошқарата елді мекенінің тумасымын. Ауылдан 1-2 километр жерде тұрады. Ол қоршап алған 300 гектар жер деп документінде. Уақытша 300 емес екен ол 400 гектар жер. Одан басқа балық шаруашылығы бар. Ол балық жұмыс істемейді. Оның бәрі талам-тараж балық. Банкрот түсті бар. Бірақ оны іске асырмайды мына аудан әкімі. Халық, міне осы халықтың бәрі аудан әкіміне барғанбыз. Бардыңыз. Аудан әкімі алдап шығарып сала береді бізді. Не дейді? Алдайды. Мына дейді, қаралады сіздердің нелеріңізді дейді. Біз ақырында жер комитетін шақырады. Жер комитеті айтады, біз дейді оны шамамыз келмейді дейді. Оны Түркістанда жер инспекциясы бар дейді. Солар дейді. Оның документі бар дейді. Олар шақырсан. Осы жерде тұрғаныңызға қанша жыл болды? Қошқарата ауылында тұрғаныңызға? Мен Қошқарата 77 жыл болды. 77 жыл болған болса, сіздердің ол жер енді кооперативке қараған пай жерлеріңіз ғой, дұрыс па? Жоқ. Ол мал жайылым жері. Осы елді мекеннің ортақ мал жайылымы жері. Оны бармақ басты көз қысты қылып, құжат рәсімдеп алған 19-шы жылы. Мақсатын өзгерткенде? Мақсатын өзгертіп алған ол. Мақсаты мынандай. Өзгерткен себебі, мен жер комитетіне бардым. Айтады, ол жерді дейді, 300 гектар жерді мақсатын өзгерткен. Суармалы қыламын, халыққа картошка егемін, капуста егемін, су шығарамын деген. Жаңағы кәсіпкер айтып отыр ғой. Кәсіпкердің айтуы.
кәсіпкердің аты жөнін толық айта аласыз ба? Так. Серік фамилиясы. Тұрғынбаев Серікбай дейді. Ол сөйтіп мына жер комитеті айтады. Сөйтіп алған оны дейді. Қашан, қай уақытта алған? 19 жылы. 19 жыл аудан келген. 6 жыл болды. 6 жыл. Бірақ 6 жылдан бері 6 түп капуста шығарған емес ол. Халыққа. Ешқандай несі жоқ. Міне содан Халыққа ешқандай жұмыс берген жоқ, тек қоршап алды. Тек қоршады. Дәл қазіргі таңда жердің басында жерде не жасалынып жатыр? Егін егіліп жатыр ма? Егін егілгенде біреуге арендаға берген жерді, сөйтіп ол бидай еккен. Ол аренда алған адам. Соны ол бидайды орып алды қазір. Ол бидайы болған жоқ. Пұшпап, ол банкротсыз ма? Ана арендаға алған адам. Бұған жаңағы анау аренда алған адам айтар екен, гектарына 100 кило бидай бересің маған. Мынау Серік талап етіп отыр. Талап етеді екен. Гектарына 100 кило. Енді менің жерім 400 гектар деп айтады дейді. 400 гектарға 40 тонна бидай беру керек. Бірақ ол беремайды. Өткені не шықпады. Ол нені береді ол шықпаған? Арендаға алған баланы таба аламыз ба? Арендаға алған адам білмеймін ғой, ол арендаға қаншалықты ол ақысы бар беруге. Ол өзі алады, ол біреуге береді. Өзі айтады жаңадай. Маған сөйтіп, мына жер комитеті сөйтіп айтқан менде. Неге бердіңдер? Халықтың мал жайылым жері ғой ол. Сол жерде елді мекен бар, біреудің туалетін түбінен сетканы өткізген. Есігінің алды. Маған менің естуім 5 километр болу керек дейді, ауылдан. Ең кемі 5 километрден ары болу керек дейді. Ол жаңағы арендаға алған жері. Бұл 5 километр емес ол. Біреудің туалетін де қоршаған керек десіп. Бұл қандай болды әділдік? Біз әкімге бара-бара 5 рет, 6 рет бардық осы халық. Бірақ шешпейді. Алдап шығара береді. Бүйтеміз. Әкім шақырады, акті жаса дейді. Акті жаз дейді. Ол жазғаннан ештеңе нәтиже жоқ. Нәтиже бермейді. Бұл әкім жұмыс істемейді халық үшін. Бұл жұмыстың басталғанда 3-4 жыл болды. Құры келеді, кетеді. Бізді алдап жүрме жоқ, халық алдап жүрме білмеймін. Рас, болатын болса болады, болмайтын болса болмайтынға шығару керек қой. Енді ағада менің келіп атқан себебім сіздің мәселелеріңізді, елді мекеннің халықтың мәселесін билікке жеткізу. Соны ақпараттық құралда біз жариялаймыз. Міне әрқайсыңыздың пікіріңізді беретін боламыз. Халық көтеріліп жатыр, халық неге шығып жатыр, жан айқайын жеткізіп жатыр деп айту үшін келіп отырмыз. Біздің міндетіміз ақпарат құралы ретінде сіздердің жан айқайыңызды ұйықтап атқан билікке көрсету, құрметті қалайық, көрмені ел шулап жатыр деп. Сол үшін алдарыңызға келіп тұрмын. Рахмет. Міне біздердің өзіміз 70-ге келіп қалдық. Біздер өзіміз үшін, біздің ұрпағымыз бар ғой арқада. 1000 гектар жерді қоршап алған бәші. 1000 гектар. 1000 гектарға қанша мал келді? Шыман мал көп болса, бар Северден Қазақстанға бар. Беріп атыр, 2000 гектарда жайылым беріп атыр. Арам өліп атыр. Шөп жоқ. Ана қоршап алған кіргізбейді. Міне елді мекеннің адамы. Анау, например, Северге шақырады. Барсын мал көп болса сояққа. 2000 гектар, 3000 гектар жер беріп атыр. Бидай жерлерге алдыр. Бұл жерде 300 гектарден басқа 250 гектар балық шаруа қожалығы бар. Балық. Бірақ ол балық жұмыс істемейді. Ешқандай бір балықты көшеге шығарып алған емес. Ол өсірмейді балықты, не қылмайды. Барып көрсеңіздерде болады. Балықтың жайы. 250 гектар жерді балық өсіремін деп алған. Қайрып. Ол қырлы жер, сулы жер емес. Қырды қайратта. Мал жайылымын жайылатын жерді олар қайырып қоршайды. Менде тағы сұрақта, бұл жердің тұрғындарының басым көпшілігі немен айналысады? Жұмыс орнына не бұл кісілерде? Основной шаруа.
арендаға жер алған, соны алады, жоңышқа егеді, малына шөп қылады. Основной шаруа қожалығы берді. Оны кейін мал асырайды. Міне ар жақта жаңағы 400 гектар жерге малын айдап бағады. Басқа еш ол Оны қоршалап кіргізбейді да. Міне халықтың малы өліп жатыр. Осындай жағдайымыз. Бұл қазір 19 жылдан бері күресеміз. Ауданның әкіміне мен 8 ретте бардым. Облыстың әкіміне де кірдім. Берді. Бірақ нәтиже жоқ. Мына тыңламайды. Біздің ауданның әкімі алдап-сылдап шығарып сала береді. Одан артыққа бармайды. Олардың айтатыны біздің шамамыз келмейді. Ана Түркістандағы жер инспекциясы дейді. Ол жер инспекциясына істете алмайды да бұлар. Біздің халықтың тыңламайды. Әйтпесем не жол ауданның әкімі оған басқа жерден бер дедім. Ауыстыр. Мынау ол кісіге басқа жерден берілетін жер бар ма? Бар ғой, көп қой. Бар ғой, Бар, табылады. Келес ауданның жері көп қой. Арғы Бозайғындайым бар. Міне, Шардараған шекарасына дейін бар. Сол жерден бер деймін. Біздің мынау 5 километр. Біз күнделікті осы ел сиыры бар. Bir үйде 2 сиыр бар, 1 сиыр бар. Ол сауып балдарына беріп отыр қазір. Ол қайқа жаяды оны. Мына жерге жаяйын десе, анау қорсет сеткасына жақындаса сиыр. Оның мынандай ниба машинесі бар. Ниба машинесімен қуып өлтіреді. Міне осындай. Рахмет, ата. Мына ауданның әкімі жұмыс істемейді біз үшін. Халық үшін жұмыс істемейді бұл. Бұл өз пайдасын істеп отыр. Рахмет. Сәлеметсіздер, менің есімім Смайыл Айбек Орынбасарович болады, қоғам белсендісі боламын, Түркістан облысының. Бұл мәселе негізінде осы 3-4 жылдың көлемінде мынау өзіміздің Анарбай атамыз үлкен мәселеде көтеріп жүр бұл. Ол да бізден Түркістан облысынан жер инспекциясы келген уақытында келіп бірнеше рет штраф салған. Неге? Өйткені басында барып қазған ол жерді ше, незаконны, незаңды қылып қазып, оны барып келіп штрафпен ғана шектеліп жатыр да, ары қарай бармайды оған. Сондықтан ол қазіргі таңда біз оны талап етіп жатқаны халық жылда көктемде, ерте көктемде малдарын шығарады. Қырға қарай шығарады. Шығаратын жайылым жері 450 гектар. Ал олар 1000 гектар жерге жуық жерді қоршап алған. Енді баратын жерлері жоқ малдардың. Сөйтеді де мына жақтағы огородтар бар, мына елді мекен бар, мына Келес өзенінде 3 елді. Сол жақта огород егетіндер бар. Мына жағы ар жағымызда огород егетіндер бар. Солардың огородтарын жоқ. Не керек? Халыққа бір жағынан зиян тиіп жатса, бір жағынан пайдасы да тиіп жатыр. Өйткені бір адамның атында 1000 гектар жер деген, ол кісі уже қулыққа көшкен, сол 350 гектар жерді уже бөлген бұл кісі. 20 гектар, 10 гектардан бөліп алған. Одан бөлек бізде көрші ауыл бар, Үшқын ауылдық округі. Үшқын ауылдық округінен де жайлат малдар бар. Ол жерде бізде 2 ауылдың округінен өтетін үлкен канал бар. Сол каналдың бойын, той су малдар жайылып келіп су ішуір ғой, су ағық дейді сол. Сол жердің бәрін олар қоршап алған. Не керек? Мына бастан бір қоршап тастағанда, мына бастан бір сонда не керек? Ар жақтағы ауылдың округтың адамдары малдарды су арқылы келіп кіре алмайды, мына жақтағы да кіре алмайды. Қошқарата елді мекен. Бұл айтып жатқан жеріміздің бәрі Келес ауданы Қошқарата ауылдық округі, Қошқарата елді мекені. Және бұл жерде 2 елді мекеннің малдары жайылады осы. Бізде қырда мына жақта. Бірақ бір адамның атында сол айтып жатқан бана 1000 гектар жер бар. Банағы айтып жатқан көкөлеріміздің Қошқаратада қанша халық тұрады? Халық саны общий округ бойынша есептейтін болсақ 12 елді мекен бар. Соның ішінде бізде Қошқарата елді мекенінде шамада бір 1000-ға жуық отбасы тұрады. 1000-ға жуық. Әр үйде 2 малдан есептеген кезде қазір 3000-ға жуық мал бар осы елді мекеннің өзінде. Ол әжейін қара малды айтып жатырмын. Ал кіші басты малдары да бар, қойлар бар. Олардың бар омы. Біз осыдан былтыр біз жазған кезімізде санап шыққан мына атамыз осының бәрін бірме-бір үйлердің санап шыққан. Сол кезде 12-ға жуық мал болған екен. Біздің өз елді мекеннің өзінде. Сол елді мекен барлығы мына қырға барып жайлады. Қырда қазір қарасақ шөп жоқ. Малдар бана қырылып жатыр деп көрсетіп отыр ғой видеоларын. Өшерге салсаңыздар да болады видеосын. Қырылып жатқандары да бар да. Сондықтан бұны талап етіп жатқанымыз жергілікті биліктің күші келмейді болған. Облыстағылар келеді, штраф салып кетеді. Біздің талабымыз министерстводан келіп, оны жерді алып, мына халыққа беру. Әрине сол, игілігіне қайтару керек. Мен осы Қошқарата ауылы тұрғынымын. Атым Көбей.
Жақсыбайұлы. Мен осы мынау халық үшін шығып жатырмын. Мен мына халық осындай маған айтып не қылып жатыр. Ауған соғысының ардагерімін. Осы биыл шөп жоқ. Осы 6 жылдан бері біз осы айтысып келіп жатырмыз. Ары шешілмейді, бері шешілмейді. Мына жердің бәрі қазір ол жер қоршаулы тұрды. Сыртта малдың бәрі құлап жатыр. Халыққа кәсіпкердің көмегі жоқ, басқасы жоқ. Тек қана халыққа зиян. Қазір қыста беретін шөпті қазір беріп жатырмыз малға. Әрбір престі 1200-1300 теңгеден алып жатырмыз. Сол бізге осы нені жерді осы халыққа ортақ жайылымға қайтарылсын деп соны талап етіп жатыр халық. Бұрын бұдан бұл алғанша бұл ортақ жайылымды жер болған осы халықтың ата бабадан келіп жатқан өмір бақи. Енді келеді бұл айтады, бұлар бармақ басты көз қысты қылып істеген бұл. Сыбайлас жемқор дейді бұлар. Алаяқ дейді қазақшасын айтқанда. Міне сөйтіп бұл жаңағы жерді алып алады да мен рахметім бар деп шіренеді. Міне президенттің несі бар? Ол 5 километрден ары болу керек бұл жері. Елді мекені. Ол қанша? Елді мекені. Міне 2 километр келеді. Халықтың тұратын жеріне 2 километр келеді. Бастап Қоршабаға. Қоршабаға 2 километрдің ар жағы. Халқы жиналып отырған себебіміз осы жайылым мәселесі ғой. Жеріміздің біз үлкен ағаларымыз да айтты ғой. Бұрыннан келіп жатқан біз 50-ге келдім ба жасым, осы ес білгелі бері осы ортақ елдің халқын жайылымы болған сол жер. Енді осы қазір 10-15 жыл болды ма, сол бір адам еленіп қоршаланып алып, мынерде осында Қошқарат ауыл, осы ауыл бар, ана жерде Ұшқын деген біздің ауыл бар. Жоғары жақта бір осы айнала төңіректе 4-5 ауылдың малы осы орталық осы екі арада жайылады. Ортақ жайылым. Бұл жерде қазір бір ауылда тұрмыз ғой. Мынерде 2 километрден менің ауылым. Яқта тағы 1-2 километрден тағы 1-2 ауылдар бар. 4-5 ауылдікі осы орталықта жайылатын. Қазір енді соның дерлік жартысын сол бір адам еленіп отыр да. Қалған. Тура Атче деген канал өтеді, ағып өтеді. Соның жағасын ең жаңағы жайылым жақсы сулы жер. Жаңа бір бауырымыз айтып отыр, жаңа суғаратын жер жоқ қаман. Ең етекті осыдан бір 7-8 километр анық ең етектен қалдырып қойған бір 15 метр суғаратын жер. Бүкіл жаңа қойы бар, падасы бар, жылқысы малы бар ма, барлық сөрге талас. Кезекпен тұрып суғарады ана жерге. Бірақ суат су ішетін жерден. Осынша 4-5 ауылдың адамдары да малын суғарады. Бер жақтан қоршап қойған суғаратын жер жоқ, жайылатын жер жоқ. Соны осы жаңағыдай осы ортақ халыққа, осы халыққа қайтарса көпшілікке. Сол біздің өтініш, соны жоғары жеткізсеңіздер. Даже мынау туалетте амал жоқ, туалеттің бер жағы өтпеген, туалеттің ар жағынан бассаңыз көресіздер, бар жоқ қоршалған. Ал енді біздің суат ол басқа жаққа айтып баруға тура келеді. Біраз естіп отырсыздар, бір жақты суаты ашылған, екінші суатты жауып қойған. Ал енді екінші біздің ауылдың адамдары басқа жақта су ішеді. Енді өтініш осы мынау жаңағы басқа жақта енді жайылым жоқ, орталық жер, мынау біздің Ұшқын ауылы бар, бер жақтағы ауыл бар. Осы не ауылдар бар, мына отделение коммунаның адамдары бар, ар жақтағы Калиннің адамдары бар. Барлығы сол жерден жайылым ғой, енді ортақ жайылым қанша гектар жер. Ал енді амал жоқ, бәрін бекіткен екен дей алмай отырмыз мынау. Ләзім болса сол жерді бізге босатып халыққа берсе деген үміт қой бізге. Мына жылдардың бәрі өліп жатыр, көтерем боп. Биыл жаңбыр болмады, шөп жоқ қырда топырақтан басқа. Оның жанына біз айтқан Тұрсынбаев Серік деген кәсіпкер жерді иеленіп алған 1000 гектардай жерді. Қоршап ешкімді кіргізбейді. Жайлайын десе мал. Енді өзі де игеремей жатыр ол жерді. Игермеген жерді үкімет алу керек қой, сөйтіп халыққа ортақ жайылымға беру керек. Дайын мына құрметті журналистер, мынау біздің ауданның әкімі, Келес ауданның әкімі біздің халық үшін осы Қошқарата елді мекен үшін жұмыс істемейді. Біз алдына 8 мәрте бардық. Халықты жинап, халық шуылдап, ол өзінің несін айта береді. Мәселесін шешеміз, ондай қыламыз, мұндай қыламыз. Ешқандай ондай істемейді. Бізді алдап шығарып сала береді.
тұрғындар атынан біз осы жайылым мәселесінен өте қиналдық. Жайылым жерлеріміз бар, оны бір кейбір Тұрсынбаев серіктен кәсіпкер алған. Үш көксасы бар, 1000 гектардай жерді қоршап алған, ешкімді кіргізбейді. Біз оны қызғанып атқан жоқпыз, бірақтан қазір президенттік қаулысы бар. Игерілмей жатқан жерді халыққа қайтарылсын деп. Сол игерілмеген жер халыққа қайтарылсын, өтініш. Құрметті Оралған Көшер. Фамилия инициал и Біз енді аудан әкімінде шағымдана шаршадық. Енді көмек сізден. Игерілмеген жерге Астанадан комиссия жіберсеңіз, кеп тексерілсін, игерілмеген жерді халыққа қайтарсын. Талабымыз сол. Халықтың ортақ жайылымына қайтарылсын. Құрметті облыс әкімі, сізден өтініш. Осы біздің мұқтажымызға жәрдем берсеңіз. Халықтың жері мемлекетке қайтарылсын. Облысы Қошқарата елді мекенінің жерін, жайылым жерін халыққа қайтарылсын. ортақ жайылымға қайтарылсын. Жер ортақ жайылымға қайтарылсын. Шешпесе орындан кетсін әкім. Халыққа жұмыс істейтін әкім келсін орнына.